Армысыздар, құрметті студия қонақтар, армысыздар, құрметті көрерменде. Эфирде көкпар ой сайыс пікірталас бағдарламасы. Тендер деген мемлекеттің кәсіпорындарға, мемлекеттік мекемелерге қажет дүниелерді сатып алуға өткізетін сатып алу шарасы. Соған елімізде жыл сайын 650 миллиард теңгеге дейін бөлінеді екен. Ол және де жыл сайын 60-70 миллиардқа өсіп келе жатқан көрінеді. Сатып алудың тендерлік жүйесі тиімді ме, жоқ па? Бүгінгі әңгімеміз осы туралы болмақ. Алдымен сайыс топ жетекшілерімен таныстырып өтейін, оң жақтан бастайын. Ізбасар Бозаев, Алматы Сауда Палатасының президенті, кәсіпкер. Сол жақта Нұржан Тойшы, кәсіпкер. Нұреке, жалпы мемлекеттік сатып алу, қаржы игерудің тендерлік жүйесі тиімді ме? Тиімсіз деп. Жақсы, рахмет. Ізеке, қаржы игерудің тендерлік жүйесі тиімді ме? Тиімді. Нұреке, сізден бастайық. Сіз не себептен қаржы игерудің тендерлік жүйесі тиімді емес деп ойлайсыз? Бұл жүйені енгізген кезде, бұл жүйені жобалаған кезде жемқорлық, қылмыстық істер азайсын деп қабылданған еді. Бірақ тәжірибеге қарайтын болсақ, ол біз нәтижеге жеткен жоқпыз. Жете алмайтын да сияқтымыз. Өйткені ол заңды қанша қатайтып қойғанымен, болмаса босаңсып қойғанымен ешқандай нәтиже бермейтін сияқты. Өйткені түбінде концепциясында бір жатқан бір кемістіктер бар. Менің ойымша солай. Ал Зеке, қаржы игерудің тендерлік жүйесін не себептен тиімді деп есептейсіз? Соңғы нұсқасында мемлекеттік сатып алу туралы заңы жеңісіне жалғасып жататын жемқорлықты жоюға және кәсіпкерлердің нағыз бәсеке жағдайында өзінің тауарын болмаса жаңағы өзінің жаңағы қызметін ұсынған кезде бәрінің бір деңгейде тұрып, солардың барлығы бірдей өзінің ұсыныстарын ұсынып, соның арасынан жаңағы жүйріктен жаңағы бәйгенің мәресіне нағыз қолынан іс келетін, бағасы дұрыс, өнімнің сапасы жоғары кәсіпкердің мүмкіндігі артып отыр. Сол себепті мен осы жүйені дұрыс деп санаймын. Жаңа сіз ұстанымыңызды айттыңыз. Бұл заң жаңа сыбайлас жемқорлыққа жол береді деп. Соған осы заңның қай бабынан сондай мүмкіндікті көріп отырсыз? Соған жауап берсеңіз. 22-ші тармақта бірінші бабында былай делінген: өзінің тауарларын болмаса қызметін ұсынатын компания барлық беретін қызметінің болмаса тауарының кімнің меншігінде болатынын дәлелдеуің керексің. Болмаса ол тауар қайда болса да оны өз меншігінде болмаса соны сатып алып сатушы болуға қандай құқығың бар, соны бәрін дәлелдеу керек. Осы бап бойынша талай компанияларды бәсекеден шығарып жібереді заңсыз. Тендерге қатысқан кезде мен ол затты сатып алу үшін мен өз қаражатымды жұмсауым керек. Егер де мен сол тендерден ұтылатын болсам, онда мен ол тауарды сізден басқа ешкім алмайды. Оны мен ешкімге сата алмаймын. Яғни мен ұтыламын, ақшамды жоғалтамын былай айтқанда. Сонда осы заң соны талап етеді менен. Сол тауарды сату үшін сол құқылықтар сен дәлелдеуің керексің дейді. Ол біз үшін қиын. Ол нарық заңымен жұмыс жасайтын компанияларға ол тіпті ойына келмейтін нәрсе. Сатылатын нәрсені сатып аласың, сатылмайтын затты сен қалай сатып аласың? Ол болмайды. Ал заң бойынша егер де мен сол құқылығымды дәлелдеп бере алмасам, мен сондай құқылығым бар сол тауарды сатуға, ол менің меншігімде екен дәлелдеп бере алмасам, сіз мені тендерден шығарып жібере саласыз. Сондай баптар бар мысалы. Тағы да айта берсем көп. Жарайды. Сіздің сауалыңыз кезекті. Сіз айтыңызшы, осы біздің заңдай басқа мемлекеттерде осындай заң бар ма екен, осыған ұқсас? Дүние тәжірибені қараңызшы. Шынында да мынау соңғы қабылданған заң. Бұл мынау көрші біздің Ресей елінде ғана бар. Басқа тмд елдерінің арасында, әлемдегі елдердің арасында ол атымен жоқ бұндай заң. Басқа шет дамыған Европа елдерін алатын болсақ, олардың заңдары жеңіл түрде ғана жазылған.
либеральный жаңағы баптары жеңіл, оңай. Түсіну де оңай, орындау да оңай. Ал біздің заң өте қатаң жазылған. Қатаң болғанда, онда көптеген баптары, сол жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, сыбайлас жемқорлықтың қарсы тұратындай өте қатаң. Заңды бұрмалап, болмаса сол конкурсты өткізу барысында бұлай фальсификация жасауға жол бермеудің амалдарын сондай бір бөліп тәптіштеп тұрып, сөйтіп тұрып жазылған өте қатаң заңдардың бірі. Неге ондай қатаң заң бізге қажет болды? Неге анау шетелдің заңдары либеральный жеңіл болады да, біздің заңымыз қатаң болады? Біздің ұрысып отырған заңымыз. Ол бірінші жаңағы айтқандай, мынау біздің потенциальный поставщиктер ұсынып отырған тауарларын, қызметтерін ұсынып отырған компаниялардың арасында бәсекелестік ашық, жариялы түрде өтуін қамтамасыз ету. Ал содан кейін айқындап жазғаны, мысалы шетелдегі конкурсқа қатысатын компаниялар, болмаса соны өткізіп отырған органдар, олардың ақылына да кіріп шықпайды. Ондай біреуге бір ақша беру, пайызын қайтарып беріп, откат деп жатамыз. Болмасына ағасы арқылы телефонмен звондатқызып алып, соны мәжбүрлеу сатып алуға. Ондай нәрсе олардың ойына да кіріп шықпайды. Оларда ең бірінші деңгейде тұрған ол заң. Сол себепті ойыңызды аяқтаңыз. Сол себепті олардың заңдарында ол баптар қарастырылмаған. Ал бізде ондай жоқ. Біздің менталитет әлі дайын емес. Жақсы, рахмет. Бәрі айқындалды. Тендерға ұмтылады біздің азаматтар. Тендердің шапкасы дейтін дүниесі бар, телпек. Ол телпек 15, қазір тіпті 20%-ке дейін кетіп қалды дейді. Осы әңгімені сіз естіп жүрсіз? Өкінішке орай, ол ешкімге де жасырын емес, бәрімізге белгілі жағдай. Ондай болып жатыр ма, болмай жатыр ма, бірақ сондай деуге сол тендерге қатысып жүргендер болсын, болмаса қатыспаса да қатысуға ынтасы жоқтар да болсын. Ынтасы жоқтық, ол жаңағы тамыры жоқ, танысы жоқ, оған бармайды. Мүмкін өтіп ақ кетер еді. Кеңес одағының кезінде бізде госсынап, яғни мемлекеттік қамтамасыз ету мекемесі болды. Ол біз ол жерде жемқорлық болады-ау деп алып тастадық та тендерлік жүйені алып келдік. Бірақ тендерлік жүйеміз сол жүйенің ұшынан жалғасуды тиіп тастады деп айта алмаймыз. Солай емес. Өкінішке орай дәл сондай. Зиян шегетін мемлекет. Өйткені ол ақшаның барлығы сол мемлекеттік ақша, бюджеттің ақшасы. Бір 10 теңгеге сатып алатын нәрсені 20 теңгеден сатып алып отырса, 10 теңге мемлекет зиян шегіп отырады. Ал 10 теңге жаңағы сыбайлас жемқорлардың қалтасына кетеді деген сөз. Ол бәрімізге белгілі дүние. Ал мына заңның қатайтып қабылдап отырғанда, және соған көптеген жан-жақты әр тараптан соған бақылау орнатып отырғанда, сол ең бірінші сол жою, сол жемқорлықты жою, соған бұл тендердің таза, әділ өткен қадағалау үшін кез келген сол тендерге қатысқан компания тәуелсіз экспертизаны тағайындауды ұмтылып, мүмкіндігі бар, сотқа беріп, дәлелдеп өзінің бағасын да, сапасын да сөйтіп, қайтадан тендердің результатын қайта қарауға мүмкіндігі бар. Бізде тиімсіз дейсіз тендерлік жүйе. Мемлекеттік кәсіпорынға керек дүние көп. Мынау қаламсаптан бастап, автомобильге дейін, автокөлікке дейін бәрі керек. Оның бәрін бір жерден сатып алу керек. Дұрыс. Солай емес. Қатысып атқан адамдарда, ұйымдастыратын адамдарда барлық ақпараттар мысалы ашық болу керек та, барлық мағлұматтар ішіндегі. Бірақ өкінішке орай осы заңның кейбір баптарын, кейбір емес, көп баптарын пайдаланып, осы потенциальный поставщик дейді, өзін ұсынып жатқан компаниялар көп мысалы үшін әділетсіздіктен қатыспай қалады. Сол ұйымдастырушылар оны шеттетіп тастайды. Жаңа Зекең айтып тұр ғой, олардың жаңағы сол таңдаудың нәтижесін қайтадан бұздырып, сотқа беріп, сөйтіп қайтадан тендер өткіздіруге хақысы бар. Ол қағазда солай, әлбетте. Мен жарайды, мен ұтылдым, мені шеттетіп тастады. Мен оны барып керекті органдарға қағаз жазып, оны ұйымдастырып, сотқа беріп бұл кісілерді. Ол біріншіден сол үшін жүгіріп жүретін бір адамға мен айлық төлеуім керек. Екіншіден тек ол кісінің емес, менің де уақытымды алады. Одан кейін сол тендерге қатысу үшін біраз біз
ақша шығын қыламыз, сол товар сатып аламыз, болмаса келісім шартқа отырамыз біреулерге, гарантия қоямыз. Ол ақшаның барлығы құны бар. Мысалы, әрбір фирманың көп қаражаттар көп болып тұрмайды. Несие алады, банктерден гарантия алады, оның барлығы уақыт. Әділеттік шешімге жету үшін бірнеше ай кетеді. Сол уақыттың арасында қанша шығын боламыз. Ешқандай мағынада болмайды, тіпті бизнес істемей қоюды керек, мысалы. Менің ойым солай. Кез келген кәсіпорынға керек нәрсе көп. Соған байланысты ақпаратты тауып алу, соған байланысты компанияларды тауып алу. Содан кейін олармен тендер өткізіп, құжатпастылықты байлап қойған сияқты емес пе осы? Бұрынғы тендерде жаңағы 1 ай бұрын, 30 күн бұрын тендер туралы жариялайды, жаңағы арнайы баспалар бар, сонда ақпарат беріледі. Сол ақпаратты алғаннан кейін мен жаңағы кәсіпкер, мен қызық ынталымын, соны орындауға мен сол тендер беруші органға барамын, сөйтемін де сұраймын, жаңағы маған тендерный документация беріңіз, қажетті нәрселерді беріңіз, олардың жаңағы параметрін беріңіз, басқасын беріңіз деп. Дәл сол кезде қиындық туа бастайды. Айтады, анау біздің жаңа пәлендеген атқарушымыз деді, ол бүгін ауырып қалды, сіз 2-3 күннен кейін келіңізші дейді. 2-3 күннен кейін келесің, әлі келген жоқ. Болмаса телефондар көрсетіп қойған, бірнеше телефон. Оның барлығына звондайсың, бір телефонды көтермейді. Бұрынғы кезде көтерсе де сізге бір ақпаратты толық көлемде бермейді, оның бәріне қиналып жатасыз. Оның бәрі сіздің жаңағы 1 айдағы уақытыңыздың жартысын жеп қойды. Сізде жарты ай уақыт қалды. Жарты айда жаңа сіз айтқан нәрсе үлгере алмайсыз. Ал бүгінгі жағдайда мынау электрондық ақпарат құралдары арқылы, интернет арқылы жаңа 30 күн бұрын жарияланады. Оның бәрін қандай параметр керек бәрін көріп, электронды почта арқылы байланысып, сол өзінің мүмкіндігі артып отыр. Бұл деген жемқорлықтың жаңағы біраз бөлігін қысқартады деген сөз. Кім көрінгеннің қалтасында, кім көрінгеннің қолында кетпеу үшін бәрібір оны бір реттеу керек қой заңдық тұрғыда. Солай емес пе? Дұрыс. Ең дұрысы көз алдыңызда, мінекей. Мынау қаламсап, мына жерде 2 теңге, мына жерде 3 теңге, 2 теңгелігін аламыз. Солай алдыңызда тұрғаны жақсы емес пе? Айтқаныңыз дұрыс. Бірақ бұған мен қарсы осында бір мемлекеттік реттеу қажет емес пе? Реттеу қажет. Шашал десе бас алады. Мысалы, бұл заңды шығарғаннан кейін соншалықты майдалап барлығын жазып тастағаннан кейін сол әрбір майдалап жазған бапты бізге қарсы қолданады ғой. Оны мемлекеттің құқылығын қорғау үшін, болмаса қаражатын артық ысырафтамау үшін, сол үшін қолданбайды. Өздерінің мына кісі айтқандай өздерінің білетін фирмаларын жаңағыдай жемқорлықта кейін асыру үшін, соларды өткізіп жіберу үшін соны қолданады бізге. 30 күннің ішінде интернеттен жариялап қояды дейді. Бірақ оны толық қоймайды, оны ұйымдастырушылар, оны толық жаңағыдай орнатпайды ол сайттарына. Сол себептен біз барамыз да қайтадан бұл кісі айтқандай барамыз айтамыз, барлық толық емес екен. Ана техникалық нұсқаулары қандай еді, беріңізші дейміз. Олар жоқ бермейміз дейді. Жоқ береміз дейді. Пәленшенге телефон соңыз дейді. Мына кісі айтқандай кейін ешқашан телефон ала алмайсыз. Болмаса ауырып қапты дейді. Болмаса ол біздің сайтта бар ғой дейсіз. Бірге сайтқа кіресіз, шынында да жоқ екен дейді. Онда 3 күнде орнатамыз дейді. Сөйтіп 15-10 күн қалған кезде 10 күнде оны дайындап алу ол мүмкін емес. Сіз сол техникалық нұсқауларын алғаннан кейін сіз басқа жерден сатып аласыз. Оны жасыратын нәрсе жоқ. Қазақстанда өндіріліп жатқан технология қиын заттар аз. Оны шетелден аламыз, оны аудару керек оны. Сол аудару, сол өнімді шығаратын фирмалармен ол көбінесе шетелде болады. Олармен аударып жаңағыдай хаттар жібергенше бірталай күн өтеді. Соңында біз оны үлгермей қаламыз да, үлгерсек те біздің бағамыз сәйкеспей қалады, болмаса техникалық нұсқау бойынша болмай қалады. Сөйтіп біз ұтыламыз. Көрдіңіздер ме? Солай ма? Дәл осындай әңгіме шығу біз көп жағдайларда ақпаратты толық білмейміз және оны пайдалана білмейміз. Сіз айтқан нәрсе енді 1-2 жыл бұрын болған шығар, соңғы заң бойынша барлық мысалы баға сынау әдісімен өткізген конкурстың барлығы интернет арқылы өтеді, айтылғаныңыз өте дұрыс. Сосын сіз сияқты жаңа айтқандай оның ішіне барлық ақпарат тұрмайды дейсіз. Тұрмаса ол өтпейді. Қазір ешқандай бір-бірін басшы немесе конкурс өткізуші және конкурсқа қатысам деуші бір-бірін көрмейді. Тек қана интернет арқылы. Электронный подпись деген білесіз ғой, қазір шықты. Тіркелесіз, 5 күнде өтеді, 5 күннен кейін автоматты түрде, оған басшы шешпейді, автоматты түрде барлығы жасалады. Қазір өткен жылы осындай тәжірибе көрдік, 22% қаржы үнемделді. Себебі бір-бірін кездеспейді, келіспейді, ашық түрде. Биыл тек қана осы 1,5 айдың ішінде 1,5 миллиард теңгенің өтті.
38% үнемделіп жатыр. Ашық түрде өтеді. Ең төменгі баға автоматты түрде, ол жерде адам араласпайды. Интернеттің құлағында да кісі отырған жоқ па? Ал енді қараңызшы, міне интернетке келді бәрі, иә? Жарайды, бір екеуінікін интернетке түспей қалды деп мен өткізбей тастадым. Ондай жоқ. Міндетті түрде түседі. Автомат. Жоқ, түссін жарайды. Қанша фирмадан ұсыныс келіп түсті. Және де олардың айтқан ұсынған бағалары қандай. Осының ішінде мен қайсын таңдап алдым. Осының бәрі ашық тұра ма не? Ашық автомат түрде тұрады. И ол автомат түрде шешіледі. Мысалы, бір азамат мен мынаны алып тастаймын деген, ондай жоқ. Ол компьютер жаңа ешкімге тәуелсіз, орталық жерде тұрады. Компаниялар, жаңа қатысам деушілер өзінікін береді. Кез келген азамат, мысалы, қазір сіз ашып көрсеңіз, бүкіл компаниялардың тізімі тұрады, бағасы тұрады. Автомат түрде шешіледі. Қайсын таңдап алған тұра ма не? Біз адаспайық. Жоқ, мысалы, сіз қатыстыңыз. Бірақ басқа бір компанияны таңдап апты, иә? Өнімдеріңіз бірдей ұсынған. Бағаларыңыз сіздікі одан тіпті төмен. Көріп отырады, бәрі де көріп отырады. Солай ма шынымен қалай ойлайсыз? Жыл сайын өзгерістер енгізіп жатыр сол заңға. Но бірақ жыл сайын сол нарушениялар өсіп жатыр. Неге өсіп жатыр? Неге осындай прозрачный дейсіздер, интернет бойынша дейсіздер, бірақ нарушение деген бітпейді. Күніге телевизорден неден көріп жатырмыз, күніге мысалы агентствомыз күніге ақпаратта айтып жатыр. Осынша адам ұсталынды мысалы. Яғни тендер туралы заңның баптарын бұзған адам жазаланбайды, солай ғой? Жазаланбайды. Екі талай. 2007 жылы 160 адам жазаланды, сотқа тартылды. Қалған 6000-дай осындай нарушение табылды. Ал 2008 жылы тек 8 айдың ішінде 260 адам жазаланды. Арнайы осы бойынша. Мен ойымша жаңағы біздің мынау сіз айтқан мәселеңізге заң сол үшін өзгертеді. Бұрын заң бұзушылық көп болды, соны болдырмас үшін қазір осы жастар әсіресе бизнес жасаймын дегендер компьютер арқылы жасасын деп. Бірақ өкінішке орай, жаңағы мен байқап отырмын, азаматтар ақпаратты толық білмегеннен кеше мен арнайы компьютерді ашып көрдім, көп адамдар қатыспайды, білмейді уже. Кеше мысалға 1,5 миллиард тұратын тендерге конкурс жарияланды, қатысушылар өте аз. Көбісі ақпаратты білмейді, заңды оқымайды. Егер мен тендерге қатыстырғым келмесе басқаларды, иә, мен ақпаратты көрінер-көрінбес қып қана іліп қоямын да. Көрінер-көрінбес қып. Жоқ, ондай мүмкіншілік. Міне қараңыз. Сонда 1,5 миллиардтық тендерге адам аза қатысты ма не? Ұсыныс аз болды ма не? Жоқ, қазір осы толық даяр болғанына мен күмән келтіремін. 1,5 миллиардқа не деген ақша? Қалай ол 1,5 миллиард? Барлығын интернетке салып тастау, қанша гигабайттық информация болады оның? Былай жасайық, сіз осы жазылу біткеннен кейін барып интернет ашып көріңіз. Госзакуп gov.kz деген сайт бар, арнайы. Оны ашып көрсеңіз барлығы тұр. Сізге қажеті де тұр, сізге қажет емес, сосын оны жасырып басқаша жасау мүмкін емес. Программа қабылдамайды оны. Арнайы солған жасалған. Енді ол бүкіл дүние жүзі қазір Серік мырза, соған өтіп жатыр. Серік мырза, мен айтайын, жаңа әріптесім сөзіне тағы қосымша. Ол ақпарат бұрын енді айтатын, жаңа шығып қойды ғой, осы оққа дейін неғып көрмейсің деп. Сол кезде анау газетте басып жүрді. Сол газет міне 30 күні өту керек, одан ерте беруге болмайды, кеш беруге болмайды. Сондай заң тура интернетте де дәл сондай, интернетте. Оны сағатына дейін өзгерте алмайсың оны. Ол көрініп тұрады. Егер жаңа компания көрмей қалып, байқамай қалса, ол компанияның өзінің ішкі проблемасы. Тендер өткіземіз деген жарнамаларды бізде ілік қоятын бір ортақ дүние бар ма? Әлде әркім өзінің сайтына іле сала ма? Болды ма? Газет бар. Жоқ, газет емес, но интернет сайт бар, арнайы. Барлық тендерлер бірақ сайтқа ілінеді, қазір сол сайтта тұрады. Қазір заң солай болды, 1 қаңтардан бастап міндетті түрде. Біздің мәселенки компанияның темір жолдың 15 шақты акционерлік қоғамдар бар. Әрқайсының сайтында 1 жылға сатып алатын жоспарымыз ілініп тұрады. 1 жылға. Ол рас. Ішінде барлық бізде бір былтырдың өзінде 21 мың атау сатып алғанбыз. Бәрі ілініп тұрады. Керек адам түсінбей жатса, хат жазып тендерге дейін. Хат жазып, мен осыны алғым келеді, сіз маған осының техникалық сараптамасын беріңізші десе, біз береміз. Ал 30 күн қалған кезде келіп біз жаңа жарнама беріп, біз сатып аламыз деген кезде 30 күнге үлгермедім деп айтқанның өзі кішкене шындыққа ұйқаспайды. 1 қаңтардан бастап қарап, дайындалып, ол жерде қашан сатып алатынымыз, қашан оны әкеп беру керек, қандай көлемде бәрі көрсетіліп тұр. Бұл кісі келді сізге, иә? Жарты жыл бұрын. Келген кезде сіз техникалық сараптамасын бердіңіз. Біз мынандай болттар керек бізге, иә? Мынандай гайкалар керек деп бердіңіз.
сол сараптамасының ішінде бір жерінен ғана қате жібере салуға болады ғой. түсінкірмей тұрғанымыз, кез келген нәрсені интернеттен шығаруға болады. Кез келген нәрсеге жауап алуға болады. Алдын ала қозғалу керек. Иә, ол адамның бір факторлары бар, сол жерде отырған адамдардың. Бірақ енді мекеменің ең үлкен бастығы бір қайбір болтқа бола отырып, сен мынаны 147 мың адам істейді бізде. Ол әрқайсының алдында қақпақ болу да қиын. Бірақ тұрған ақпаратты алып қолдану керек. Арғай өзінің жоспарын қарау керек. Не істей алады, не әкеле алады, оның шетелден сатып ала ма, қалай қылатынын бәрін қарап шығу керек. Екіншіден, жаңа мына айтып жатқан электрондық жүйе. Оны бір мәселені түсінбей қалдыңыздар. Электрондық жүйе ол біздің мекемеде емес. Бұл кісінің мекемесінде емес, ол жеке мекеме. Ешкімге тәуелсіз. Ол жерде ортақ жаңағы кәсіпкерлер де кездеседі, тендер өткізетіндер кездеседі. Біз өзіміздің немізді береміз, не керек бізге. Олар өздері шығарады өзінің интернетінде, өзінің сайтында. Ол жерге әр кәсіпкер аты көрінбейді, өзі қалағанша келіп бағасын береді. Содан кейін ішінен ең төменгі бағамен сатып алынады. Мүлдем программа қымбат бағаны бердірмейді. Соны түсіну керек. Анау жаңағыдай мен өзім мекемемде электрондық жүйе жүргіземін, ана бір мекеме өзі жүргізеді деген жоқ. Қазақстанда бір мекеме бар. Мемлекеттік сатып алу екіге бөлінеді. Оның ақшаның Қазір бір минут. Осы қазір мен не бітірейін. айтыңыз. Біздің енді осы тексеру жүргізіп жатқан органдардың, біз енді есеп комитетінен болғасын, бақылау нәтижелерінің іс-шаралары көрсетіп жатыр. Сол ұйымдастырушылардан көп жаңағы нелер шығып жатқан сол жерде. Кінәлары. Ол біріншіден жаңағы кадрларының білімнің жетпеушілігі, екіншіден ол заңды бұрмалаушылық сол жерде. Бәрібір бұрмалайды. Бұрмалайды оны бәрін. Біз ол тексеріс арқылы оның бәрін байқап жүрміз. Ол не себепті? Енді оны айту қиын, ол анандай өзінің бір жаман ниеті бар ғой деп, андай мындай деп. Бірақ ондай фактілер бар. Мысалға біз 2008 жылы барлық мемлекеттік органдар тексеріп шыққанда, олардың ұйымдарымен қоса 87 фактini таптық сондай бұрмалаушылыққа жол берген. Олар біріншіден сотқа бердіңіздер ме? Беріп те жатырмыз ішінде. 18 материалды біз жаңағы құқық қорғау органдарына бердік. Олардан ары қарай өзі жаңағы финполиция заниматься етіп жатыр. Конкурсты жеңімпаз атағанда кейбір қатысқандар олардың жаңағы конкурстың құжаттарының ішіндегі талаптарына сай келмейді. Соларды өткізіп жібергендер бар. Осын көп конкурстағы жаңа техникалық сипаттама бар, қандай нері тапсыру керек деп. Соларды құрал жабдықтарды орналатқанда, әкеліп қойғанда, олар жаңағы техникалық сипаттағыма сайқас келмейді. Уақытында қоймайды, оларға айыппұл төленбейді. Оны айта берсең көп. Есеп комитетінің қорытындысы бойынша айтылып отырған заң бұзушылық осы тендерларға байланысты. Сол тендерлар. Былтыр біз Астанада денсаулық сақтау департаментін тексердік. Ол жерге құрақ жабдықтар істемейтінді әкеліп қойған. Ол істемей тұр. Оған пәлендей миллион ақша кетті. Ол мақсатқа жетпей, тиімсіз пайдаланды деген сөз. Халық оның қызметін алмады оның. Міне, тура денсаулық мәселесін қозғадым. Қараңызшы, дәрі-дәрмекке байланысты тендер өткізудің өзі үлкен қиындықтарға жолығып отырған жоқ па? Солай емес пе? Сол осы жаңағы және де бірінші рет емес қой, жыл сайын болып жүрген жоқ па? Биылғы осы 9-шы жылдан бастап біздің министр өзгерді ғой, білесіз ғой. Сондықтан биыл осы жеңілдік бар. Заң негізі дұрыс айтылған. Бірақ сол заңның бәрін біз отқан адам емес пе? Адамға байланысты, басшыға байланысты. Ол интернетті бұзатын адам емес пе? Интернетті өзімен өзі отырып іштегі жамандық істемейді ғой. Оның бәрі кісіге байланысты, не болса да. Сол заңды жаңа мен бұл кісімен де дұрыс деп айтамын, сіздің айтқаныңызда дұрыс деп айтамын, бірақ та көп бабалары келіспейтін. Бірақ та биылдан бастап дәрі-дәрмек алу үшін біраз жеңілдіктер бар. Құжаттарды жинаймыз, бағасын қараймыз. Біздер енді 5 күн, 30 күн күтетін уақытымыз жоқ. Әрине. Ертең былтыр біз қиыншылық көргеніміз, бір дәрі-дәрмек ауру бала түскен, оның дәрі-дәрмек біздің ауруханада мүмкін бір ауруханада жоқ болса, оны мен тендерға беруім керек, 5 күн күтуім керек, сосын 3 күн оның документтерін, құжаттарын дұрыстауым керек, оған дейін ауру әлде қайда болады, кете ме, жазылып кете ме, әлде шетінеп кете ме, оны күтетін уақытымыз жоқ. Сондықтан биыл кішкене бірақ жеңілдік бар, біз оны дұрыс дейміз. Бірақ та мына заңды қанша өзгертсе де, тіпті мынандай нақты осы кәсіпкерлерге және де біздерге де сәйкес келеді деп айта алмаймын. Неге десеңіз, оны өзгертіп тұру керек. Ол енді практикадан байланысты ғой.
вот прям идеальный заң болмайтын шығар деп ойлаймын. Саған 10 миллион керек екен, саған 5 миллион керек екен деп бере бермейді ғой. Ол әрбір дәрі-дәрмектің биылғы поставщиктердің қандай бағасы өсіп келе жатыр жайлап. Былтыр ол 250 теңге болса, мысалы, биыл 500 теңге шығар. Соған сәйкес ақша да бөлінеді. Бірақ та мемлекетте ақша көп болмайды ғой. Алдыңғы жылы берген ақшаға сәйкес биыл да беретін шығар. Соған сәйкес дәрі-дәрмек алынады. Жаңа сіз заң туралы айттыңыз. Мемлекеттік сатып алудың маңайындағы жемқорлықты тыю үшін, тоқтату үшін заңды одан әрі қалай күшейту керек? Негізінде барлық жазылып көрсетілген, ол өзі соған бағытталған, жаңағы жемқорлық пен сыбайластыққа қарсы, осын жаңағы тендерге, жаңағы конкурсқа қатысқандар енді әділетті жеңімпаз аталуға. Өкінішке орай соларды ұйымдастырушылардан жаңағыдай нәрселер шығып жатады. Ол сол себепті бірінші солардың жауапкершілігін көтеру керек. Жауапкершілігін, егер ол жауапқа тартпасаң, жауапкершілігін күшейту қиын. Сол жауапқа тартқанда біздерде бұрынғы өткен бюджетный кодексте, бюджет кодексінде біздерде мақсатсыз, тиімсіз жұмсағанға оларға административный штрафтар болушы еді. Енді қазіргі жаңа кодекспен оның да бәрін алып тастады. Алып тастады? Иә. Енді ол сонда енді тендер туралы біздің тендерлеріміз енді май шетпек болған үстінде май шетпек болайын деп тұр екен. Енді бір жақсы, осыны айтасыз ғой. Заңда жаңағы электрондық бүгіннен бастап қолданып жатыр сатып алуды. Оның бүгінге дейін механизмі жоқ, былай расын айтқанда. Қалай? Жоқ, оған біз өзіміздің сайтымызда жібереміз. 5 күннен соң бізге олар келеді, мына фирма жеңімпаз атанды, осымен шартқа отырыңыздар деп. Осын соған отырып аламыз. Ол қандай фирма? Оның ар жағында кім жатыр? Біз оған ертең өзіміздің алдын ала төлемімізді жіберіп, ол ертең күні бізге қашып кетіп, тауарымызды қоймаса қайтеміз. Оның қандай жауапкершілігі бар, жаңа оператордың, мысалға сол электрондық нені ұйымдастырып отыр. Өнімнің сапасы қандай? Оны ешкім білмейді. Бұрын алаяқ болған ба, жоқ па? Сонда тарихы жоқ қой олардың, ол фирмалардың. Механизмі жоқ, пока біз көрмей отырмыз. Соны бізге айтып отқанымыз, көрсетіңдер. Жоқ, бұл жерде сіздің ақпаратыңыз мүлдем дұрыс емес. Кез келген адам тендерге қатыса алмайды. Қазір электрондық қол деген бар. Міндетті түрде соңға барып тіркеледі. Компьютерге кім кірді? Бірден тіркеліп, адресі, компаниясы қалай барлығы шығады міндетті түрде. Жоқ, ол тіркеле береді, бәрін көрсетеді. Екінші, тендер өтеді автомат түрде. Сіз баяғыға келтірейін деп тұрсыз, қайттан адамдар өзі мекеменің басшысы өзі шешу керек кім ішінде. Автомат түрде қазір кез келген азамат бар, ең төмен бағамен ұтып кетуге мүмкіншілігі бар. Оған қарсы бола аласыз? Жоқ, қараңызшы. Ана фирманың қандай екен, кім гарантия береді? Кезінде бар ма? Кезінде біздегі асфальт жасайтын тендерді ұтып алады, бір тракторы жоқ. Дұрыс олар. Сондай ғой. Ондайларды, мысалы, олардың ар жағында базасында не бар? Осыған дейін не істеді, не істей алады? Мүмкіндігі бар ма, жоқ па? Осының бәрі зерттеле ме, әншейін әлде тек ең жақсы осыны қатырам десе болды. Мынау қатырады екен деп соған бере салам, ол қалай? Арнайы құжаттардың барлығы бар тендерге қатысардың алдында. Ол құжаттар міндетті түрде мемлекеттік органдар береді. Сол себептен ол жаңағы басқаша жалған құжат беріп, немесе бір басқаша келтіру мүмкін емес. Ал енді мынау жауапкершілікке байланысты жаңа сіз сұрадыңыз, мен айтайын. Қазір парламентке жаңа заң келіп түсіп отыр. Бұрын тек қана мемлекеттік қызметкерлер қарайтын болса, қазір жаңа заң бойынша қазір өзгеріс енгізіліп жатыр. Бүкіл ұлттық компаниялар, мемлекеттік мүддесі бар компаниялардың барлығына сон басшылар, мемлекеттік қызметкер есебінде енді сол сыбайлас жемқорлыққа жауап берді. Оның ішінде мемлекет қаражатты тендермен, кеше самұрық қазынаға мысалы миллиардтаған ақша беріліп жатыр. Сон басшылар барлығы енді заң бойынша жауап беретін болады. Бұрынғыдай тендерлік комиссия дейтін дүние жоқ па не? Бар комиссия. Бар. Тендерлік комиссияда отыратындар адамдар ғой да? Олар да біз құсап тамақ ішеді. Оларға да ақша керек деген сияқты. Олардың да бала шағасы бар деген сияқты. Шешім қабылдайтын солар ғой да? Шешім қабылдайтын солар болғанмен алдын ала ақшасын төлемейді. Жаңа сіз айтқан трактор жоқ кісілер деп. Шартта қарастырылады оның бәрі. Бәрі заңда жазылып тұр. алып кетіп беретіні, оның бәрі шартта қарастырылған. Заңның негізгі мақсаты, аталмыш заңның негізгі мақсаты ол мемлекеттің мүддесін қорғап, сол мемлекеттің жаңа бюджеттің ақшасына ең төменгі бағамен, ең сапалы қызметті болмаса тауарды алу. Ең үлкен мақсаты. Ал енді
бәрімізге белгілі адамнан қулық артылған ба дейді де. Ол заң қанша өзгертіп жатса да, бұл жердегі ең негізгі фактор адами фактор. Адам қанша дәл сол кезге адамның бейімделіп, соның арасында бір қулықты тауып алатыны ол бәрімізге айқын белгілі. Бұл жердегі жауапкершілікті заңның өзінен іздемей, соны атқарушы органдағы жеке тұлғаның жауапкершілігін, соны заңның алдында өзінің бас бостандығы мен дүниесімен жауап беретіндей бапты енгізіп, соған күшейтіп отырса, бұл заң орындалады. Заң жақсы заң. Бұрын болмаған нәрсе, мынау мемлекеттік сатып алу заңы, мынау ұлттық компанияларға қазір қатысы жоқ, оған қарамай төте отандық компаниялардан отандық өнімі болса, қазақстандық құрамы бар заттарды тіке шарт жасасу арқылы сатып алуға мүмкіндік беріп отыр. Ол деген сөзіңіз жаңағы сырттан келетін шетелдік компаниялар сол біздің тендерлерге қатыспасын, жаңағы төменгі бағасымен, басқа несімен кіріп кетеді өйткенде. Біз анау заңға егер бағалайтын болсақ, біз оларды жеңімпаз деп тануымыз керек. Болмайтын болса, ертең олар сотқа береді, жеңіп алады. Ал дәл мынау сондай шұғыл жағдайға барып отырмыз. Бұл бірінші отандық өндірушілерді қолдау. Үнем қайда сонда? Бар, болып жатыр, ол үнемдегі болып жатыр. Жаңа айтып отырсыз. Мынау қазір азғантай ғана ақша сыртқа кетпесін, еліміздің ішінде қалсын, жұмыс орны сақталсын деген батыл шаралар жасалып отыр. Оның бәрі құптайтын жағдай. Бәріміз айтып отырмыз. Заңның кейбір баптарын пайдаланып, жаңа құйтырқы әрекеттерге жаңағы тендерді ұйымдастырушылар барып жатады. Ол бәрімізге белгілі. Мысалы, жай ғана бір мысалды келтірейік. Бір электр аппараты. Оның аты К125 дейдік. Оны жаңағы сіздің заводыңыз ғана шығарады. Ал тендерге жазған кезде айтады, біз жаңа сатып алатын жаңа, мысалы Қазақстан темір жолы болатын болса, маған К125 ТМ деген маркілі зат керек дейді. Ондай аспаннан жерден іздесең де таба алмайсың. Сіздің заводыңызбен төте жұмыс істеп отырған өзінің баяғыдан келе жатқан компания бар. Сол айтады, сіз анау негізгі ТМ дегенді қосып қойыңызшы дейді. Анау белгіңізді соққан кезде. Сіз қосып қоясыз. Содан кейін ешкім қоя алмайды, сіз алып келесіз жаңағы анау 20% жоғары басқалардан сата бересіз. Ондай мүмкіндіктерді алып тастайтын жаңағы шараларды жасап, ондайды өзгертіп отыратын абсолюттік дүние жоқ. Абсолюттік дүние жоқ. Бірақ дәл сондай немеге кезінде заңымыз 2002 жылдан бері қанша рет өзгеріске енді. Оның бәрі дұрысталып келе жатыр. Соның бәрі жаңадан шыққандардың бәрін жолын кесіп отыру. Бұл құптайтын жақсы дұрыс жағдай. Жаңа заң қабылданды. Ұлттық компаниялар бұрынғыдай толығымен ол заңмен жұмыс істемей, өздерінің бір қағидаларымен, өздерінің бір ережелерімен жұмыс істеп, заттармен қызметтер сатып алады. Бұрын олар министрлік болсын, темір жол болсын, болмаса Қазақ телеком, болмаса парламент болсын, әрқайсысы қандай зат болмаса қызмет сатып алатын болса, бір заңмен жұмыс жасайтын. Қазір ұлттық компаниялар ерекше шығайын деп тұр. Осы жаңа заң бойынша қандай комментарий бере аласыз? Жаңағы тендерді өткізудің заңы бар. Оның агенттігі бар. Бізге қатысы жоқ. Заңның қазір Бізге қатысы жоқ. Бізде ұлттық компанияларға былтыр қараша айынан бастап заңнан шығарып, бәріміз самұрық қазына қорында жеке ереже шыққан өзімізге. Сіздерге арнап сонда бөлек заң шығару керек қой. Заң емес, біз өзіміздің ережеміз жақсы, оны жаман деп айта алмаймын. Оның ішінде мен сізге айтып отырғаным ең негізгі мәселе қазақстандық отандық өндірушілерді көтеру. Ол бір жерлерде мысалы жалғыз завод болса, жалғыз завод ешқандай делдалсыз тікелей содан сатып алады. Ешқандай тендерсіз. Жалғыз завод екен дәлелдесе болды. Осы бір атауды шығарып отқан. Неге ұлттық компаниялар еліміздегі заңнан тыс жұмыс істеу керек? Егер біз ұлттық өндірушілерді қолдаймыз дейтін болсақ, мемлекеттік сатып алу заңына қоссақ, бізді шетелдегі басқа мемлекеттер оны ВТО-ға кірудің алдына сауда ұйымына ондай шектеу қойылған. Ерекше жағдай компанияларға жасауға болмайды деп. Сол себептен көп қаражат самұрық қазынада болғаннан кейін, ұлттық компаниялар болғаннан кейін оларды шығарып, бірақ олардың сол ереженің талаптары заңнан кем емес. Барлық солай орындалу керек, және қатаң бақыланады. Ол да интернет арқылы, ол да ашық жариялы түрде жасалады. Сосын ең бастысы оларға мүмкіншілік берген ұлттық компанияларға көмектесу, біздің елде жұмыс орнын ашатындарға көмектесу болып табылады. Бізде 10 мыңға жуық қосалқы бөлшек бар екен. Жыл сайын пайдаланады. Оның ішінде 2100-ден астамы Қазақстан шығарылады екен. Енді заң бойынша, баяғы заң бойынша мен сатып алатын болсам, мен дайын зат сатып алуым керек.
дайын зат. Иә. Дайын зат ол өмір болмайды, себебі сізде кәсіпкерде толық күмәнді болмасаңыз, 5 жылдан кейін мен шығарған затымды мынау сатып алады деген Қазақстан. Сондықтан біздің ережеде қазір ұзақ мерзімге сіздермен шартқа отырыламыз. Сіз техника-экономикалық жаңағы негіздемеңізді алып келесіз, айтасыз, осындай завод ашам. Ішінде осындай сіздің қосалқы бөлшектерін шығарамыз. Біз қазір өзіміздің сараптамамыз бойынша 2820 атауы бар қосалқы бөлшектерді қазір сайтқа шығарып қойдық. Осыны өздерің осы жерден өндірсеңдер болады. Оның жаңағы жыл сайын пайдаланатын көлемі де үлкен, пайдасы да жақсы деп. Соны шығарып қойдық. Біз соны өздеріңіз пайдаланып, мен 2 жылдан кейін сіздерге шығарып беремін. Жылына осыншадан шығарамын десеңіз, мен сізбен 5 жылға шартқа тұрам, кем дегенде. 5 жыл сізден сатып аламын мен. Одан кейін аяғыңызға тұрып кеткеннен кейін жаңағыдай нарыққа шығасыз ба, шетелге шығасыз ба, ол үлкен пайдалы. Заң жүзінде ондай нәрсені істей алмаймын. Себебі заң бойынша мен дайын тұрған зат сатып аламын. Сатып алушы кейде сол өзінің жаңағы жасаған техникалық сипаттамасını соған келмей тұрса да, соларды нетіп қабылдайтындар бар. салады. Мысалға, құрылыс жүріп жатқанда, ана құрылысқа лицензия болу керек. Кейбіреулерінде сол лицензия болмай шығады ғой, біз бақылап қарағанда. Ондай да фактілер бір бар. жағдай болады, дәл осындай бір жағдайлар болады. Жоқ, соны ұйымдастырушының өзі қабылдап отыр. Жаңағы экономика қиындап тұрған кезде, анау алпауыт Америка мемлекеті, солар өздерінің экономикасына, олар өздерінің нарықтық экономиканы ту етіп жүрсе де, протекциялық жаңағы көмек беріп жатыр. Біздің Қазақстан беретін ешқандай жаңа протекциямыз жоқ, жалғыз ғана сол аз ғана отан өндірушілерін қолдамасақ, дәл бүгін қолдамасақ, олар күйреп кетеді. Бюджеттен бірталай ақша, мысалға, ұлттық компанияларға бөлініп жатыр. Қазіргі біздің заңымыз бойынша олар енді оның нормативіне қарамай, одан сыртқа нетіп қалды да, өздері жаңағы мемлекеттік өткізеді. Жаңағы мемлекеттік сатып алуды. Осы жерде осыларға кім кепілдік береді ертеңгіні? Осылар жақсы, тиімді пайдаланып жатыр ма? Олар ашық өткізіп жатыр ма дегендей. Тағы бір қосымша сұрақ қойсам. Бұрынғы заңда осы өзгерістер енгізілмей тұрып, осы отандық өндірушілерге сәл жеңілдіктер болған. Егер бір жағдай болған жағдайда, ол жағдай енді мен шынымды айтсам қалай болатынын да білмеймін. Бірақ ережеде көрсетіліп болған. Егер бір ашық тендер бүкіл қатысуға, тек қана отандық емес, барлығы қатысуға бір мүмкіндік болып, сондай ашық тендер өткізілетін болса, 20%-дан көп отан өндірушілеріне, 20%-дан көп шартты. Ол не деген сөз? Шетелден келген тауар 100 теңгеге келсе де, сіз 119 теңге берсеңіз де отасыз. Ол үлкен көмек отан өндірушіге. Қазіргі мынау қаржы кризисіндегі осы 1-2 жылға менің есебім бойынша осы ереже қазір құрылған. Ол өте пайдалы ереже мемлекетімізге. Заң жақсы, оған сөз жоқ. Енді әрбір заң пәк заң жоқ. Әрбір заңда мысалы міндері болады, болмаса жақсы жерлері болады. Бұл заң әрине жақсы жерлер өте көп, міндері мүмкін аз шығар. Бірақ осы адамдардың сол заңды атқаратын адамдар жауапкершілігін көтеру керек сияқты. Өйткені сол жақтан көп қателіктер кетеді, көп кемшілік бар, сол жақтан көп адамдар зиян көреді. Жақсы. Әлемдегі экономикалық кеңістікте өзіміздің орнымызды аламыз деген болсақ, соған шын ниетімізбен, құлшыныспен ұмтылып отырған болатын болсақ, заңымыз орындалу үшін әрбір ол жаңағы тапсырысты орындаушы болсын, болмаса сатып алу органдары болсын, бәрінің мақсаты, бірақ мақсат, ол біздің ұлт деген, мемлекет деген жоғары ұғымды өзіне ту етіп алып, соны осы заңның аясында мемлекетті байытудың, ары қарай дамытудың әрқайсысы өзінің бір алдындағы бір үлкен парасатты міндет екенін түсіне отырып, соған бірге ұмтылса, екі жақ мақсаты бір түйісетін кеңістікке. Сонда біздің елімізде, кәсіпкер де, сатып алушы да барлығымызды ұтамыз. Жақсы, рахмет. Тендер туралы біздің заңымыз жаман емес екен. Тек оны орындатуымыз керек екен. Орындамағандарды шынында да жазалау керек. Сонда бәрі де орнына келетін сияқты. Өмірдің көкпарында өзіміз де идеямыз да түсе берсін. Аман, сау болыңыздар. Өмірдің көкпарында мәреге жеткен
ұлтымыздың салатын салымдары көбейсін, еліміз аман болсын, қарнымыз тоқ болсын, болашағымыз жарқын болсын. Біз сол ақпараттың аздығынан болмаса сол ақпараттың ақпаратқа қолымыз жетпегеннен кейін көп зиян көреміз. Ең бірінші заңды құрметтеуіміз керек. Екіншісі осы заңды құрметтеу үшін дұрыстап халыққа осы ойлардың барлығын жеткізуіміз керек. Осындай хабардар өте қажетті қой деп ойлаймын. Бюджеттен бірталай ақша бөлініп жатыр. Осы бюджеттен бөлінген ақшаның бәрі халқымызға, халықтың қамын үшін мақсатында тиімді жұмсалса екен деп тілейміз.